Ассаламу алейкум, құрметті жақсылар. Ел болып, халық болып, жаңбыр сұраудың қадір қасиетін білгіңіз келсе, жақсылықтарды, қандай да бір ынтымақ, тыныштық, мейірім, шапағат сұрағыңыз келсе, бүгінгі уағызды тыңдаңыз соңына дейін. Жақсылар, бізде наурыз көже беріп жатыр қазір, көктем шыққаннан кейін. Наурыз көжемен қосып тасаттық беріп жатыр. Екеуі екі бөлек. Наурыз көже деген көкке шықтық, жақсы болды, табиғат жаңарды деп табиғатпен қосылып, жаңа жыл сияқты наурыз көже бұл. Бірігіп, ортадан көжесін береді. Тасаттық деген жаңбыр сұрау. Тасаттықтың мағынасы көп. Жаңбыр сұрап жатады, елдің тыныштығын сұрап жатады, ынтымағын, берекесін сұрап жатады, басқа да жақсылықтарды сұрайды екен. Яғни тасаттық дегенді ел болып жиналып, бірігіп, мешіттің жанында берген дұрыс екен. Бұны Қазақстан бойынша, яғни ауылды жерлерде көбінесе наурыз көжеде тасаттықта беріп жатады. Наурыз көжемен қосып бермей, бөлу керек екен. Наурыз көжеңді көше-көше бере бер, бірақ тасаттықты ауыл бойынша берейік. Ауыл бойынша бергенде мешіттің жанында берейік деп ниет қылу керек екен. 40 адам бірігіп дұға сұраса, дұға қабыл болады екен. Ауыл бойынша келіп тасаттық беріп дұға сұрайтын болса, жаңбыр, яғни көктем келмей жатып, көктем енді кіріп атқан кезде тасаттық беріп жаңбыр сұрап қоятын болса, жаңбыр береді Құдай. Несібесін кең қылады елдің, Алла нәсіп етсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтты: қайсы бір елдің, қайсы бір халықтың ішінен 40 адам немесе одан да көп адам Алланың алдында бір іске куәлік ететін болса, Аллах тағала олардың куәлігін қабыл етеді деді. Иншалла, жақсылар, 40 адам жиналып, тасаттығын бергеннен кейін мешітке кіріп, 40 адамнан да көп болып, дұға жасайтын болса, екі басы нәпіл намазын оқып дұға жасайтын болса, 40 адамнан көп болса, олардың дұғасы қабыл, Құдай қаласа. Я Алла, көктемге кірдік, Аллахым, бізге жаңбыр бере көр деп, Құдайдан жаңбыр сұраса қабыл болады. 40 деген сөздің қасиет көп екен. 40 жас, пайғамбар жасы, 40 күн деген керемет, 40 күн деген осы. Бұл енді 40 рет қайтала деп жатады, 40-тың бір зекет деп жатады, 40-тан бір. Тура сондай 40 адам мешітке жиналып, нәпіл намаз оқып, жаңбыр сұрап, елдің ынтымағын сұрап, жастардың мейірімді болуын сұрап, тыныштық, жақсылық сұрайтын болса, қабыл болады екен, иншалла.